Бүгін сіздермен корейский салат жасаймыз. Ол үшін қызыл бұрышты осы видеодағыдай қылып турап аламыз. Және де бізге жасыл бұрыш керек. Тоже турап аламыз осылайынан. Біздің каналға осылай қызыл подписаться кнопкасын басып, қоңыраушаны басып, тіркелуді ұмытпаңыз. Және баклажанымызды тураймыз. Қиярымызды ұзынша етіп тураймыз. Және сәбізді біз үкіштен өткіземіз, видеода көріп тұрғандағыдай. Және де чесногымызды да үкіштен өткізіп аламыз. Осылай бізге жасыл пияз керек, оны да видеодағыдай қылдырып тураймыз. Дайын болған көкөністердің барлығын осылай ыдысқа салып дайындап қоямыз. Сосын біз тәтті қызыл жасыл бұрышты майға қуырамыз. Сосын баклажанымызды да майға қуырып аламыз. Екеуі майлы болып кетпеу үшін майын осылай салфеткамен сорып дайындап қоямыз. Және осы туралған көкөністердің барлығын бір ыдысқа салып, үстіне қызыл бұрыш, қара бұрыш, чеснок және соевый соус және сұйық май қосып, тұз қосып, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын араластырамыз. Барлығын өзіңіздің дәміңізге қарай қосасыз мөлшерін. Міне видеода көріп тұрғандай салатымыз өте дәмді, әдемі шығады. Қалауыңызға қарай ет қосуға болады. Салатымыз дайын.